Ata biz nega malistaymiz? To'rtlik degan ne o'zi? Төртлік деген балам, төртлікке түйе, жылқы, сиыр, қой жатады. Біздің ата бабамыз осы малмен жан-жақтаған. Соның бірі жылқы. Жылқыны мінген, мінсе көлік, сойса етін жеген, қымызын сауып ішкен, жылқымен жауға шапқан. Ata qo'yda to'rtlikka жатады ма? Иә балам, қой да төртліктің біріне жатады. Ата бабамыз қойды да көп пайдаланған. Өйткені оның сойса етін жеген, жүнін пайдаланған, жүнінен көрпе жастық тіккен, нәски тоқыған, киім-кешек тоқыған, көп пайдаланған. Пайдасы көп болған. Ake, шахмат деген не үшін қиын? Қиын емес балам. Шахматтың әр жүрісі өмірдің қиындықтарын жеңуге, әр жүрісіңді ойланып басуға баулиды. Ake, мен неге жеңіле берем? Себебі әр қателік жаңа сабақ. Шахматты өмірдің қиындықтары секілді. Қалай қателесіп өмірді сүруді үйренесің. Ake, шахматта қай тас маңызды? Шахматта кез келген тас маңызды балам. Мінекей мына патша өз орнында басшы болса, оған жанындегі әскері оған әрқашан қорған болады. Мынау жаяу әскер алысқа барып, ол ферзиге айналады. Жаяу жүріп патшаға жақындай ма? Иә балам, еңбектенсең, қарапайым адам да биікке жетеді. Тура мынау жаяу әскер секілді. Ake, мен шахматты үйренсем мықты адам болам ба? Әрине балам, шахмат саған сабырмен есеп, шешім қабылдауды, құрметті үйретеді. Егер жүрісіңді ойланып бассаң, өмірде де жеңіске, жетістікке жетесің. Міне бәрекелді балам. Көрдің бе? Сен мені ұттың. Қарындасымнан қалып, сенікі Маша. Ертеде ешкі жүні бөлтеде, бастаған